Ал қазір өнердің тағы бір саласы цирк әлеміне кеңінен тоқталсақ. Акробатика грек тілінен аударғанда жоғары секіру деген мағына береді. Ежелгі гректер айтулы мерекелерде сахналық қойылымдар қойған. Міне сол уақытта акробатиканың алғашқы белгілері көрініс берген. Акробатика сұлулық пен сымбаттылыққа, жігер мен күштілікке тәрбиелейді. Біздің кейіпкеріміз Нұрсұлтан цирк акробатикасымен 5 жасынан айналыса бастапты. Акробатика цирк өнерінде 8 жанрдың бірі. Циркта акробатика 32 түрге бөлінеді. Мысалы, атпен, ауада, топтық акробатикалық. Көптеген жанрларға бөлінеді, топтарға. Акробатикаға негізінен пластика керек және күш жігерлік керек. Сіздер рандат, фляг, сальта сияқты күрделі секірістерді тамашалап отырсыздар. Ал осы өнерді үйренгіңіз келсе, ең бастапқы қарапайым жаттығулардан бастаған жөн. Сочи қаласында өткен халықаралық ашық Ресей фестивалінде өзінің ерекше қойылыммен бас жүлдеге ие болған Нұрсұлтан жақсы нәтижеге жету үшін күнделікті жаттығу керек дейді. Сырт көзге оңай көрінгенмен акробатиканы үйренуге өте көп уақыт керек. Бүгін келдің залға, тез ойлағандай шықпайды, құлайсың, дене жарақаттары болады. Сол үшін күнделікті дайындықта жүру керек. Осы бір өнердің қыр-сырына қанық болмасаңыз да, қазірден бастап қимыл қозғалыстарына қызыға қарап отырған боларсыздар. Бірақ біз ескертеміз, экраннан көргендеріңізді үйде қайталау сіздің денсаулығыңызға қауіп төндіруі мүмкін.